Сәлем баршаңызға, сіздерге укроптан жасалған булочканың рецептісімен бөлісетін боламын. Оңай жасалатын тәсілін көрсетемін. Менімен бірге соңына дейін қараңыздар. Толық нұсқасы видеоның астында жазылған. Ең алдымен жылы сүтімізге дрожжымызды, қант, шым-шым тұзымызды салып, араластырып, бетін жауып қоя тұрамыз. Құрғақ ыдысымызға жаңағы ашыған сұйықтығымызды құйып, сұйық майымызды құйып, одан кейін ұнымызды салып, қолымызбен илейміз. Ұнымызды көз мөлшерімен салдым. Қолымызға қатты жабыспайтындай қылып, қамыр илеп шығамыз. Осындай қамыр болып шығады, қолымызға қатты жабыспайтындай бетін жауып көтерілгенше қоя тұрамыз. Оған дейін ішіне салатын укробымызды уақтап турап шығамыз. Тестіміз көтерілгеннен кейін ортасын кішкене ашып жіберіп, укробымызды саламыз. Тестімізбен укробымызды жауамыз, өйткені қолымызға жабыспау үшін. Одан кейін сопақша қылып формамызға келтіреміз де бірдей қылып кесіп аламыз. Егер де тестілеріңіз қатты қолдарыңызға жабысып жатса, сұйық маймен майлап жіберуге болады. Осылай кесіп шығамыз. Сопақша қылып оқтауымызбен илеп шығамыз. Бөлме температурасында сармайымызды ортасына жағып шығып, екі жағынан бүріп шығып, екі қолымызбен екі жаққа бұраймыз формамызға келтіріп. Противенімізге салып, жұмыртқаны бетіне жағып шығамыз. Одан кейін кунжутымызды сеуіп, алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. «180 градуста 20 минут пісіріп аламыз». Сіздерде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Ас болсын, сау болыңыздар.